Сәлеметсіздер ме? Біз бүгін анам екеуміз бактерияға қарсы сабынды қолдан жасауды шештік. Сәлеметсіздер ме? Иә, қызым, дұрыс айтасың. Қол үшін бізге ең алдымен гигиена сақтау керек. Қолымызға қолғап киюіміз керек, басымызға қалпақ киюіміз керек. Иә? Осы біз бактерияға қарсы мөлдір түсті сабынның негізінен және ақ түсті сабынның негізінен 5 түрлі сабын жасап шығамыз. Оған бізге қосылатын түймедақ, раушан гүлі, хлоргексидин, лимон қышқылы және бізге спирт қажет болады. Сосын түрлі түсті иістер мен пигменттер қажет болады. Иә? Осының барлығын қазір екеуміз жасаймыз да, қолдан сабынды 30-40 минутқа бөлменің температурасына қойып, сабынымызды қатырып аламыз. Міне қызым сабынның негізін күйдіріп алмай біз ертіп ал. Қызым, міне бүгін біздің бактерияға қарсы жасаған сабындарымыз осымен дайын болды. Сау болыңыздар.